Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біздің тыңдайтын ертегіміз «Жерден шыққан желім батыр» деп аталады. Ендеше құлақ түрейік. Баяғы уақытта бір кемпір бар екен. Оның 3 баласы болыпты. Ол кемпірде түк мал болмапты. Күнелту үшін базарға жусан алып барып сатып, соның пайдасына күн көреді екен. Сатқан жусаннан тамақтарынан артылып, күнде 5 тиын қалады екен. Бір күні сол артылып қалған 5 тиындарын санаса, едәуір пұл болып қалыпты. Қыс келе жатыр, балаларыма шапан әперейін деп қалаға барып, 3 баласына 3 сапан сатып алады екен. Үйіне келгеннен кейін кемпір үлкен баласына: «Ауылдың артындағы үйлерге барып, байғазы сұрап кел», дейді. Үлкен баласы: «Жарайды, апа» деп бара жатса, тұман болып адасып кетеді. Оның артынан ортаншы баласы: «Мен де ағамның артынан барам» деп кетіп бара жатса, жолда жолбарыс жолығып, оны жеп қойыпты. Онан кейін кішкене баласы: «Мен де барам, олар келмей кетті» деп шешесінен сұрайды. Шешесі жібермейді. Жылап қоймағаннан кейін жібереді. Бара жатып адасып, бір тамға келеді. «Кім бар екен?» деп әйнегінен сығаласа, 3 дәу жатыр екен. «Оятсам өлтірер» деп бала жан-жағына қараса, 50-60 кілт тұр екен. Соны алып, басқа жағындағы тамдарды ашуға кіріседі. Барлығын ашпай, 1-2-ін ғана ашайын деп, бір тамын ашса, 3 тұлпар тұр. Үшеуінен таңдап бір қара тұлпарды мінеді. Екінші тамды ашса, 3 сауыт тұр. 3 қылыш, 3 ер, 3 найза, 3 мылтық, 3 садақ тұр екен. Олардан да таңдап, ең жақсысын алады. Сауытты киіп, ерді ерттеп, қылыш мылтықтарды асынып, дәудің есігінің алдына шығып, «Кім бар-ау, кім бар-ау» деп айқай салады. Бір дәу: «Мен бармын» деп шыға бергенде, бала қылышпен басын кесіп алады. Екінші дәу: «Жаңағы бізге бермей өзі жеп жатыр ма?» деп шыға бергенде, бала оны да найзамен шаншып тастайды. Үшінші дәу: «Менің екінімді өлтірген қандай дәусің?» деп ақырып шығады да, «Алыспақ керек пе, атыспақ керек пе?» дейді. «Атысқан атасының басын алған, алыспақ керек» дейді бала. Екеуі сол жерде 3 түн алысып, бала дәуді әбден шаршатып, үйінің жанындағы құдыққа итермелеп тығып, аузын таудай таспен бекітіп тастайды. Онан кейін бала еліне барып, шешесін ертіп келіп, дәудің үйін өзіне үй қылып алады. Бала күнде аңға шығады, киік, құлан және басқа да аңдарды атып әкеліп күнелтеді. Бір күні бала аңға кетерде, шешесін шақырып алып, құдықты көрсетіп, «Мына құдықты ашпа» дейді. Баласы аңға кеткеннен кейін кемпір тасты көтерсе, құдықтан өрлеп бір дәу шыға келеді. «Сені өлтірем» деп ақырады дәу. Кемпір: «Өлтірме, мен саған әйел болайын» дейді. Сол жерде кемпір дәуді құдықтан шығарып алып, үйіне келіп, тамақ беріп, бір сандыққа салып қояды. Бала аңға кеткенде шығарып алып, дәу екеуі бірге өмір сүреді. Кешке келерде сандыққа салып қояды. 9 ай 9 күн болғанда кемпір бала табады. Баласын қай жаққа тығарын білмей, дәуден ақыл сұрайды. «Бүгінше ептеп тығып тұр.
Ертең балаң аңға кеткенде менің қара тұлпарымды мін де, сен баланы балаңның аңнан келетін жолына апарып, бір ошақ қазып, соның ішіне киізге орап тыға қой. Егер бұл шын менің балам болатын болса, менің атым сол ошақтың жанынан өте бергенде сүрінеді. Сонда аттың аяғы бір тасқа тиіп, тастың сынығы ұшып барып баланың денесіне тиеді. Онан кейін бала жылайды. Жылағаннан кейін балаң атынан түсіп, баланы саған әкеледі. Әже, мына баланы бақ, маған серік болсын дейді. Сонда сен, балам, сен ақылыңнан адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы ма? Қайтып апарып таста, де. Онан кейін апарып тастайын деп әкете бергенде, әкелші, сен үшін бағып берейін деп айт, дейді. Кешке кемпірдің баласы келеді. Таң атқаннан кейін ұйқыдан тұрып, күнде мініп жүретін атын ерттеп жатқанда кемпір: «Қарағым, дәудің қара тұлпарын мін, бұл ат шаршады ғой, бүгінше тынықсын», дейді. Бала шешесінің сөзін мақұл көріп, қара тұлпарға мініп аңға кетеді. Артынан кемпір барып, бір жер ошақ қазып, оған баланы кигізге тығып орап келеді. Кешке баласы аңнан келе жатып, жер ошақтың тұсынан өте бергенде, аты сүрініп кетеді. Аяғы бір тасқа тиіп кетіп, тас ұшып барып, ошақтағы баланың денесіне тиеді. Бала шыр ете түседі. Атынан түсіп, балаға барып, баланы алып үйіне алып келеді. «Әже, мына баланы бақ», дейді. Шешесі: «Сен ақылыңнан адасқан екенсің. Бұл бала перінің баласы ма, жынның баласы ма? Қайтып апарып таста», дейді. Бала: «Апарып тастайын онда», деп кете бергенде, кемпір: «Әкелші, сен үшін бағып берейін», дейді. Оның атын жерден шыққан Желім батыр қояды. Желім батыр бір күнде бір жасқа, екі күнде екі жасқа, 10 күнде 10-ға келеді. Бір күні дәу кемпірге: «Балам болса ер жетіп қалды. Сандықтың бір жерін тесіп қой, баламды көріп отырмасам, ішім жарылып кетер», дейді. Кемпір мақұл көріп, сандықтың бір жерін тесіп қояды. Бір күні кешке екі баласымен кемпір әңгімелесіп отырғанда, жерден шыққан Желім батырдың көзі сандықтың ішіндегі тесіктен қарап жатқан дәудің көзіне түсіп кетеді. «Аға, көз жылтырайды», дейді. «Ол кім?» деп ағасы қарай бергенде, дәу сандықтан шыға келеді. Сол жерде екеуі таң атқанша алысады. Бір уақытта дәу жықпақшы болады. Сонда бала шешесіне: «Менің аяғымның астына талқан, дәудің аяғының астына тары сеп», дейді. Шешесі баласына қастық қылып, дәудің аяғының астына талқан, баласының аяғының астына тары себеді. Бала онан бетер тайғанап жығылып бара жатқанда, жерден шыққан Желім батыр: «Қайдасың?» дейді. Желім батыр жүгіріп барып, дәудің басын қылышпен кесіп алады да, ашу үстінде шешесін жұдырықпен бір қояды. Желім батырдың жұдырығынан не шыдасын, кемпір де сеспей қатады. Ертеңіне ағасы: «Қарағым, аңға барып аң атып келейік, сосын мен қалаға барып келейін», дейді. Сөйтіп екеуі аңға шығып кетеді. Бір айға жетерлік аң атып әкеледі. Ағасы қалаға жүрмекші болады да, Желім батырға: «Мен қамшымды босағаға іліп кетем. Кешіксем, соны алып, ағам қайдасың деп іздерсің», дейді. Ағасы кетеді. Бір жыл болады, әлі келген жоқ. Бір күні Желім батыр ағасын сағынып, уайымдап отырса, босағадағы қамшыдан қан тамып тұр. «Ух, ағам», деп қара тұлпарын ерттеп мініп, ағасының артынан іздеп кетеді. Бірнеше ай жүріп қалаға жетеді. Барса, біреудің ағасы ханның қызына ғашық екен. Ол қызға ғашық. Сол жерде бір дәу бар екен.
соны өлтірем деп барса, дәу ағасын өлтіріпті деп естеді. Бұл сөзді естіген соң не де болса сол дәуіне барайын деп жолға шығады. Жолда ханның үйіне бара кетпекші болады. Барса, ханның есігінің алдында жүрген қатындар күйеу дейді, себебі Желім батырдың түрі ағасынан айнымайды екен. Күйеу несі деп Желім батыр таң қалады. Қатындар Желім батырдың өзін ханның қызына алып барады. Сөйтіп Желім батыр жеңгесімен танысып, ертемен тұрып дәудің үйіне барып сөйлеспек болады. Желім батыр барған соң дәу шыға келеді. Желім батыр: менің ағамды өлтірген сен екенсің, ағамның орнына қызыңды бер, болмаса басыңды аламын дейді. Кел алысайық, қайсымыз жықсақ, жығылғанымыздың сөзсіз басын кесейік, дейді дәу. Екеуі алыса кетеді. Желім батырдың күші басым келіп жықпақшы болады. Сонда дәу: жықпа, ағаңды өлтірген жоқпын, тауып берейін, дейді. Ағасын үйде бір терге орап қойған екен. Бірақ бір сөзім бар. Ағаң хан қызына ғашық екен, оған мен де ғашық едім. Бір күні ағаң менің хан қызына ғашықтығымды естіп, мені өлтірмек болып келген екен. Мен шығып едім, сөз қатпай алыспақ керек пе, атыспақ керек пе деді. Сол жерде екеуміз алыса кеттік. Бір уақытта мен жығылатын болдым. Онан кейін сенің ағаң менді білдірмей бір жерге сақтап қой деді. Неге деп едім, менің бір інім бар. Жалғыз қалды, сол батыр болса бір келер. Оған шейін өлтірместен ұста, келмесе өлтіргеніңе разымын, деді. Сонан кейін мен осының обалына қалмайын деп өлтірмеп едім. Енді сен келдің, сен бір ер екенсің, мен саған бас ұрып қызымды берейін, деді. Сол жерде дәудің қызын Желім батыр алып, ханның қызын ағасы алып, екеуі еліне қайтып, мұрат мақсаттарына жетіпті. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі Желім батыр туралы ертегіміз осымен тәмамдалды. Ертегі сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.